Ассалаумағалейкум отандастар. Бүгін Рамазан айының 6-шы күні. Бүгінгі дұға. Уа Алла тағалам, маған өзіңді сүюді, әрі сен сүйген нәрселерді сүюді, және мені өзіңе жақынататын нәрселерді сүюді нәсіп еткейсің. Уа Раббым, мен үшін өзіңе деген сүйіспеншілікті су іздеп қаталаған жанға судың құнды болғаннан да құнды қыла көр. Амин. Бүгінгі аят. Сол күні дүниеде істелген істердің барлығының таразыға тартылары хақ. Сонда кімнің таразыдағы сауапты істері ауыр басса, міне солар азаптан құтылып, мақсат мұраттарына жеткендер. Ағраф сүресі 8-ші аят.